Көбелектер неге жарыққа тартылады? Түнде терезе жанындағы жарықты жаққанда бір-екі көбелек айналып келіп, әлгі шамнан шықпай қоятынын байқағансың ба? Неге олар сонша жарыққа ұмтылады? Тіпті пиіп қалса да тоқтамайды. Бұл жай қызығушылық па, әлде табиғаттың жұмбағы ма? Ғалымдар бұл құбылысты трансверс навигация деп атайды. Ежелден бері көбелектер мен басқа да жәндіктер айдың не жұлдыздың бағытын компас ретінде пайдаланады. Олар белгілі бір бұрышпен сол жарық көзіне қарап ұшады. Бұл табиғи бағдарлану жүйесі. Бірақ жасанды жарық пайда болғанда өзгерді. Қарапайым шам ай сияқты өте алыста емес. Ол жақын. Сондықтан көбелек оған тұрақты бұрыш сақтап ұшып жете алмайды. Нәтижесінде ол жарықтың айналасын шеңбер сызып айналып ұша береді. Сол себепті біз көбелекті шамның жанынан кетпейді деп қабылдаймыз. Бір қызығы, кей зерттеушілер бұл жарыққа тартылуды оптикалық тұзақ деп атайды. Жасанды жарық көбелектің табиғи түйсігін шатастырып, миын жаңылыстырады. Яғни ол өз бағытын таптым деп ойлап тұйық шеңберде қалып қояды.